Ассалаумағалейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Мал шаруашылығымен айналысатын кісілер жөнінен алып айтқанда, бағып отырған малының бір жыл қысыр қалуы олардың экономикасына кәдімгідей әсер ететіні шындық. Ал енді сол малдың қысыр қалу себебі неден? Не істегенде малдан жыл сайын төл алып, экономиканы жоғары көтеруге болады? Білгіңіз келсе, лайк басып, арнаға жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сауын сиырлардың қысыр қалуының себептері өте көп. Оның ішінде қайсысы негізгі, қайсысы қосалқы себеп екендігін ажыратып алу оңай шаруа емес. Сондықтан сиырдың қысыр қалу себептерін төмендегідей бірқанша жақтардан жан-жақтылы іздестіріп, ұтымды алдын алу шараларын бұрынырақ қолдануымыз керек. Бірінші, туада болатын қысырлық. Бұзау енесінің құрсағында жатқанда-ақ жыныс мүшелері қалыпсыз өсіп жетіледі де, көбею қабілеті болмайды. Мысалы, бір малдың бойында 2 жыныстық мүше болу, жатырдың 3/4 тармаққа бөлінуі, немесе сыңар тармақты болып туылуы, қынаптың өте қысқа болуы, жатыр және аналық бездерінің тым кішкене немесе жоқ болуы. Бұларға жақын туыстар ара шағылыстыру, кейбір жағдайларда тұқым қуалау немесе ембройының өсіп жетілуіне сыртқы ортаның зиянды әсер жасауы негізгі себеп болады. Одан сақтану үшін жақын туыстар ара шағылыстырудан аулақ болу, буаз сиырды күтіміне, азықтануына баса назар аудару. Сондай-ақ көбею қабілеті болмаған сиырларды етке өткізу керек. Екінші, кәріліктен болатын қысырлық. Жасы келген сиырлар біртіндеп өсіп өрбу қабілетінен айырылады. Оның жыныс мүшелерінде бұзаудың өсу жетілуіне қолайсыз өте күрделі өзгерістер пайда болады. Мұндай сиырдың жыныстық циклі бұзылады. Бірнеше рет ұрықтандырылса да ішті болмайды. Ұрық безі кішірейіп қатаяды. Бұл әдетте сиырларда 12-15 жас аралығында көбірек байқалады. Күтімі, азықтануы нашар сиырларда бұдан да ертерек байқалады. Егер кәртейген сиырлардың дер кезінде пұраққа шығарып, оның орнын жас сиырлармен толықтырып отырса, кәріліктен болған қысырлықтан сақтануға әбден болады. Сондай-ақ жем шөптің сапасына әрекеттендіруге де көңіл бөлу керек. Үшінші, ауа райының ықпалынан болатын қысырлық. Сиырды ұзақ уақыт әрекеттендірмеуден, қараңғы дымқыл қорада немесе қыс мезгілінде суық қорада, далада ұзақ уақыт тұрып су өтуден, ал шілденің ыстығында күні бойы далада жүруден. Кейбір жағдайларда басқа орындардан жөткеліп келген сиырлар жаңа ортаның климатына үйлескенше жыныстық қызметтерінде өзгерістер болып тұрады. Мұндай жағдайда сиырлардың жыныстық циклі бұзылып, күйлемейді. Тікішекке қол салып тексергенде аналық безінің кішіреюі, қатайғаны білінеді. Кейде тұрып қалған сары денені де байқауға болады. Мұндай қысырлықтан сақтану үшін ең алдымен туу жасындағы сиырларды түгелдей жылы қорамен қамтамасыз ету. Қораның температурасы, ылғалдылығы, тазалығы, мал дәрігерлік санитарлық талаптарға сай болу. Сондай-ақ сиырларды күніне әрекеттендіріп тұру. Ал жаздың ыстық күндерінде далада көлеңкеде ұстау. Сырттан әкелінген сиырларға алғашқы кезде мүмкіндігінше бұрынғы тіршілік ортасындағы сияқты шарт жағдай жасауға тырысу керек. Төртінші, дер кезінде суалтпаудан болатын қысырлық. Қысырлықтың бұл түрі көп кездеседі. Егер буаз сиырды дер кезінде суалтпай, сүтіне қызығып желіндегенше сауса немесе бұзауын енесінен өз уағында айырып жібермесе, онда сиыр организміндегі күрделі биологиялық, физиологиялық қызметтер бұзылып, оның ақыры сиырды қысыр қалдыруға апарады. Қысырлықтың бұл түріне сақтану үшін сауын сиырлардың сүт беру кезеңін 300 күннен асырмау. Буаз сиырды 7 ай болғанда суалтып жіберіп, бұзаулағаннан кейін 40-50 күн ішінде ұрықтандыру керек. Бесінші, дұрыс азықтандырмаудан болатын қысырлық. Сиырдың өсіп өрбу, төл беру қабілетіне сыртқы ортаның, оның ішінде азықтандырудың да үлкен әсері бар. Қазіргі кезде мал басының жыл сайын артуы, жайылымның тарылуы, жем шөптің қымбаттауы салдарынан сиырлардың жем шөбі жетіспей қыстан арық шығып, көктемде көтерем болатын жайттер кездесіп жүр. Ондай сиырлардың жыныстық қызметі бұзылып, күйлемейді. Күйлеген күннің өзінде жыныстық циклі бұзылып, қайталау қалыпсыз болады. Тігішек арқылы тексергенде аналық безі кішірейіп, жұқарып, қатып қалғандығы байқалады. Демек бұл сиырларда қоректік жетіспеуден пайда болатын қысырлыққа жатады. Кейбір сүтті сиыр өсірушілер тек сүтті көп өндіру мақсатында ғана сауын сиырға жемді көп беріп, организмде белок және май көп болу салдарынан сауын сиыр қатты семіріп кетеді. Белок пен май ас қорыту жолында оңайлықпен ыдырамайды. Соның нәтижесінде қышқылды заттар көбейіп кетеді де, сиырдың жыныстық циклі бұзылып,
бірнеше рет ұрықтандырылса да ішті бола алмайды. Аналық безінде тұрып қалған сары дене байқалады. Жоғарғылардан сырт көп жағдайларда сауын сиырдың қоңдылығы жақсы болғанмен, азықтық құрамындағы витаминдердің, мысалы витамин А, витамин В, витамин С, витамин Д, витамин Е сияқтылардың және микроэлементтердің, мысалы темір, мырыш, калий, кальций, магний жетіспеуінен де сиыр қысыр қалады. Мұндай қысырлықтан сақтану үшін сауын сиырды жаз күндері жайылымға еркін жайып, даланың көгіне тойғызу керек. Ал қыс күндері сапалы пішенмен, сүрлеммен бағып, сәбіз беру керек. Мұндай сапалы жем-шөп жетіспеген жағдайда сиырға балық майы, көкөніс, кебек, сүйек ұнтағы және микроэлементтің жем-шөп қоспалары сияқтыларды қосып беру керек. Көтеремнен қысыр қалған сиырларға қарағанда семіздіктен қысыр қалған сиырды өсіп өрбу қабілетін қалпына келтіру әлдеқайда қиын, әрі оған өте ұзақ уақыт кетеді. Ол үшін ең алдымен азықтық құрамын ретке салу керек. Белоктық азықтықтарды азайтып, орнына көкшөп, пішен, сүрлем сияқты мал азығын көбейтіп беріп, көбірек әрекеттендіру арқылы оның жыныстық мүшелеріндегі патологиялық өзгерістерді қалпына келтіруге болады. Қоректік теңгерілмеуінен туылған қысырлықтан сақтану үшін сауын сиырдың физиологиялық жағдайына сәйкес күндік азық нормасын жасап шығу керек. 6. Техникалық және мал дәрігерлік жұмыстардың ағаттығынан болатын қысырлық. Сауын сиырларда болатын мұндай қысырлық негізінен ұрықтандыру жұмыстарының дұрыс жүрілмеуінен туылады. Сиыр организмде буаз болудың барлық мүмкіндігі бола тұра қысыр қалады. Оның негізгі себептері күйлеген сиырлардың ұрықтандырылмау, уақытынан бұрын немесе кешіктіріп ұрықтандыру, қолдан ұрықтандыру техникасын дұрыс орындамау, сапасы төмен ұрықпен ұрықтандыру, ұрық алу, сақтау және ұрықтандыру барысында мал дәрігерлік санитарлық ережеге сай іс жүргізбеу, техниктердің білімі мен тәжірибесіне төмен болуы, аталық малды дұрыс тиімді пайдалана алмау. Мұндай қысырлықтан сақтану үшін аталық малдың күтімін жақсартып, сапалы сперма алу, сауын сиырдың күйітін дер кезінде байқап, уағында ұрықтандыру керек. Бұл үшін мал дәрігерлері мен техниктердің білім сапасын жоғарылатып, мал шаруашылық техникаларын толық игерту қажет. 7. Індеттен болатын қысырлық. Қысырлықтың бұл түрі жиі кездеседі. Мұнда негізінен сиырдың жыныс мүшесіндегі жатыр, қынап, аналық без, бұдан сырт жүрек, қан тамыр жүйесі, ас қорыту жүйесі және желіндегі індеттерден, тіпті жұқпалы індеттерден де сиыр қысыр қалуы әбден мүмкін. Жыныс мүшелеріндегі патологиялық өзгерістер ұрықтың еркін қозғалуына, аналық тұқым клеткасымен кездесіп, зиготаның пайда болуына мүмкіндік бермейді. Көбею жолдарында жиналған патологиялық эксудаттар ұрық үшін өте тиімсіз болатындықтан, ұрық эксудатпен араласқанда оңай өліп қалады. Кейбір жағдайда зигота пайда болғанмен, ол жатыр ішіне түскен соң жалғасты жетіле алмайды. Ал аналық безде індет болса, ұрғашы жыныс гормоны бөлініп шықпайтындықтан сиыр күйлемейді. Нәтижесінде сиыр қысыр қалады. Індет себебінен болатын мұндай қысырлықты болғызбау үшін сауын сиырларды мерзімді түрде мал дәрігерлеріне тексертіп тұру, әсіресе акушерлік мамандарға тексерту арқылы сиырдың көбею жүйесіндегі індеттерді дер кезінде байқап, уағында емдету керек. Сонда ғана мұндай қысырлықтан өнімді түрде сақтануға болады. Құрметті көрермен, малдарыңызға мал қосылсын, малдан табатын табыстарыңыз мол болсын. Қазақ тіліндегі YouTube арнаны қолдап, лайк басып, арнаға жазылып, құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.